Біз келістік, бұл кісі камераға түсіре берсін дейді, ешқандай жасыратын ештеңесі жоқ. Бар шындықты айтамын деп отыр. Сондықтан камерадан бас тартпайды. Сондықтан бізге отырып сұрақ қоюға рұқсат беруіңізді сұраймыз. Жақсы. Шынасыл. Сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Шынасыл. Тағылған айыпты мойындайсыз ба? Жартылай мойындаймын. Нені мойындап, нені мойындамайтыңызға бірден тоқтап, содан кейін оқиғаның қалай болғанын басынан бастап өзіңіз айтсаңыз, содан кейін соңынан сұрақтар қойылады. Құрметті сот, болған оқиға туралы айтар болсам, 2024 жылдың қазан айының 3 күні үйде болатынмын. Кешкі сағат 19:00 шамасында досым Ильясов Нұрқиясқа қоңырау шалдым. Қоңырау шалып сөйлесу барысында Ильясов Нұрқияс Сахиев Равиль екеуі Талғар қаласында орналасқан Ифария ресторанында отырғандарын айтты. Сонымен 15-20 минутта мен неде болдым, Ифария ресторанында болдым. Үйіме жақын болғандықтан жаяу бардым. Сол кезде үшеуміз отырдық. Одан кейін сыртқа шықтық. Сыртқа шыққан кезде Жақсыгелді Дана мен Нұрбекова Эльмира келді. Сонымен бесеу болдық. Бесеуміз келіп ішке отқан кезде шамамен біраз уақыттан кейін Тоқтаубаев Азамат пен Белғожаев Шыңғыс келді. Артынан кейін Тоқтаубаев Нұрбол мен Ысқақ Тұман келді. Сонымен бәріміз отырдық. Стол барысында отырған кезде Тоқтаубаев Нұрболдың ұялы телефонына қоңырау шалды. Сөйлесу барысында Дархан деген атымды есімде естіп қалдым. Сон қатты мән берген жоқпын. Сонымен Нұрбол уайымдап дос балам достаса ұрып кетті деді. Соны мән бермей бәріміз би алаңынан кетіп қалдық. Би алаңынан қайтып келсек, Нұрбол жоқ екенін байқадым стол басында. Содан кейін біраз отырдық. Содан кейін сағат түнгі 12:00 шамасында Ифария басшылықтары жабыламыз деп ескертті бізге. Сол кезде Тоқтаубаев Азамат пен Белғожаев Шыңғыс жоқ екенін байқадым столда. Сон Тоқтаубаев Азамат пен ұялы телефоныма қоңырау шалды. Абзал осылай ағам Тоқтаубаев Нұрбол мен досым Менделеев көшесіндегі дүкенде ұрып кетіпті бір балалар деді. Барып алып кетейікші деді. Сонымен біз бағана басшылық ескерткен болғаннан кейін сағат 12-де шығып баратқанбыз өзіміз. Сыртқа шықсақ, Шыңғысқа тиесілі Мерседес автокөлігінде бағана Тоқтаубаев Азамат пен Белғожаев Шыңғыс тұр екен. Сон бәріміз қастарына бардық. Сон бәрі машинеге отырып кетті. Сон мен симай сол жерде қалып қалған болатынмын. Қалып сол ресторан ішіне кірдім. Ресторан ішіне кірген кезде Ашырбаев Талғат деген танысымды көрдім. Сон не істеп жүрсің деп сұраған сәтінде осы алда тойым болар еді, соны ақылдасып осы жерге сөйлесуге келген. Бос болсаң осындай жерге Менделеевке апарып тасташы, жастар стадионы жақына дедім. Жарайды деп бірден келісті. Сонымен бардық. Бара жатқан кезде Менделеев бұрылысына жақындаған сәтте Жақсыгелді Дана маған WhatsApp-қа жазды. Абзал мына жақта төбелес басталып кетті, қайдасың? Мен келе жатырмын деп жауап бердім. Сосын Талғатқа айттым, осылай мына жақта біздің балалар төбелесіп жатыр екен, мен сол жерден тастап кетші дедім. Сон магазин дүкен таппай келеттім, сонымен бір топ адамдардың шуылдасып төбелесіп жатқанын байқадым. Сон бірден машинаны тоқтаттым да сол жерден түсіп қалдым. Сон арасына кіріп кеткен сәтте ұзын келген сақалды жігіт маған қарай жүгірді, яғни Ғайыпбаев Нұрғанат сол кездегі. Сон жүгірген кезде ұрдым мен оң қолыммен. Ұрған кезде ол бұрылып ары қаратай көрші Береке деген дүкен бар, сол Қамажай дүкенінің қасындағы сояққа қаратай жүгіріп кетті. Ол жерде қараңғыда бір машина тұрған. Бірақ қараңғыдан маркасын анықтамадым, білмедім қандай екенін. Соның көлігіне багаж қаратай жүгіріп кетті де, мана мылтығын алып шықты сол жерден. Алып шықты да бізге қаратай келіп оқтап аспанға стоять деп оқтап атты сол кезде. Сол кезде мен орнымда қатып қалдым. Сол жағымда Ильясов Нұрқияс тұрды. Ар жақтағы балалар жоғары қашты, бер жақтағы балалар артқа қаратай қашып кетті. Сол орнымнан қозғалмай тұрып қалдым, оқтап бізге қаратай жақындады бір 5-6 метр ма. Сол көздеп тұрды, сол кезде мен айттым, таста мылтығын сөйлесейік деп едім, жоқ мен атам деп оқтады. Сол атсаң ат деп айғайладым. Сол кезде атып жіберді, отырып қалдым да сол құлақ тұстан оқ өткен сезін жел тұрды да құлағым чыңылдап кетті сол жерде. Соны біздің арамыздан бір бала жүгірді оның мылтығына қаратай, ол екінші рет оқтап атқан кезде. Үшінші рет оқтап атқан кезде жүгірді. Сол кезде ол мылтығын қаруын тартып алмақшы болды да, ол бірақ қаруын берген жоқ, баланы чалып құлатып жіберді. Өзі артқа қаратай бүйтіп Чота Руставели көшесімен жоғары қаратай кетті. Мылтығын бізге қаратып жоғары қаратай. Алдындағы балалар жүгіріп баратты. Соны артынан бардым мен, көшені жағалап қараңғы жақпен барып көрінбей ат жібермесін деп тығылып бардым да. Сол кезде барған кезде қасындағы Шерзат Полат құлады жерге қаратай. Ол неден құлағанын мен білмейді екен, мен шалынып құлаған шығар дедім. Сол кезде ол отырды, отырып скорый деп бақырған кезде барып тептім и ұрдым. Сол кезде арқамнан біреу тартты, қарасам танымайтын Әскентай Дархан екен. Соны танымағандықтан оны 2 рет ұрып жібердім сол кезде. Әскентай Дарханды. Сонымен қарасам, мен Нұрғанат Ғайыпбаевты қашып кетті десем, бейне жазбадан көрдім, сөйтсем оны сүйреп нет кеткен, алып кеткен екен. Соны бардым. Барған кезде екі бетімен жатты, сымы
жартылай шешіліп жатыр екен, құймышақ жағы ашық жатыр екен. Соны төс қалтамдағы пышақты алдым да пышақтың ұшымен 1-2 сантиметр ұстап жамбасына 3 рет соғып алдым сол кезде. Содан кейін бәрі кеттік деген соң барып автокөлікке отырдық. Автокөлікке барған сәтте бәрі уже отырып алған. Соңғы мен қалып қалған сияқтымын. Алдында Тоқтабаев Азамат отыр екен. Қасына отырған кезде мылтықты көрдім сол жерде мәшиде жатқан. Сосын Азамат екеуміз алдына қыстырылысып отырдық. Сонымен 3-7 дүкеніне ғана бардық. Барған кезде қыздарым дүкенге кіріп кетті. Сол кезде мен пышағымды алдым да сүртіп, қол іздері қалмау мақсатында дизи мен данаға жақсы келді. Данаға айтып маған құйып берші осы дизи сүртіп жіберейін деп. Сол кезде данаға дизи құйды, мен сүрттім. Сонымен биатлон жаққа қаратай бет алдық, сол жаққа барайық деп. Сол жаққа барған сәтте Гольфқа отырдым мен ол кезде. Гольфта Тоқтабаев Азамат, Тоқтабаев Нұрбол, Әскентай Дархан, Исқақ Думан болды. Сол кезде мен Әскентай Дархан танымадым. Кім боласың? Неден басталып кетті, не болып кетті деп соны сұрадым. Сосын Исқақ Думанға айттым, осы үстіне сен үйден қалып қал, ауылдың сыртында болғанбыз, бұрылысқа келіп тоқтады. Сосын Исқақ Думан мәшинеден шығып үйіне қаратай кетті. Сонымен Тоқтабаев Нұрбол өзі рулға отырып, сонымен жоғары қаратай кеттік. Жоғары қаратай кеткен кезде сол кезде топ болып тұрдық, сөйлесіп тұрдық. Сонымен сол кезде мен Сакиев Рабилге нақты есімде жоқ, Бекжоев Шыңғыс болды ғой деймін. Сол кезде айттым, мен осылай сол жерде бір жігітті пышақ тығып алдым сол жерге деп үшіресті. Содан кейін пышағымды алдым да ар жаққа барып лақтырдым. Оның қапшығы болатын, көзілдіріктің қапшығы. Соған бүйтіп салып қойған болатын, қалтаны тез кетпесін деген. Соны алдым да қапшығын бір бөлек, пышақты бір бөлек лақтырдым сол жерде. Сонымен шу болып кетті ана жерде осылай. Бір бала қайтыс болып кетті. Басында ойладым, қорқытып жатқанша, қалжыңдап жатқанша деп. Соны бәріміз талғар қаратай түсетін болдық. Сонымен Ильясов Нұрқияс, жақсы келді Дана, бағанағы Арлан, Юлдаш деген жігіттер келген Toyota Prado автокөлігімен. Солар келіп хабарлаған болатын, осылай бір бала қайтыс болып кетті деп. Сол автокөлікке отырып талғарға түсіп бара жатқан сәтте артымыздағы көліктер қалып қалды. Соны жолда 15 минуттай күтіп тұрдық. Соны біраз тұрғаннан кейін қой айналып барайық, не болып қалды екен деп айналып бардық сол жерге қайттан. Барған сәтте бір белгісіз автокөлік тоқтатты да, көлігін айналғыштап, не болып қалды анау мынау деді. Соны танымадым оны. Жауап берген жоқпын, ол кетіп қалды. Сол жерден бәріміз бірдей түстік қайттан төмен қаратай. Қайтып бара жатқан кезде мен уже Мерседес 140 автокөлігіне отырдым, Шыңғысқа тиесілі. Сонымен төмен түсіп бара жатқан кезде встречныйдан Нива келеді, патрульный Нива. Сол келеді де разворот алып артымыздан бұрылды. Сол кезде балалармен неге келе жатыр екен деп тоқтайық деп өзім сол жерде тоқтап, сол бағанағы полиция қызметкерлерімен сөйлескен болатын. Мен өзім барып не жағдай болып қалды, не осындай бізге осындай көлікті іздестірудеміз, осындай Мерседес көлікте күте тұрыңдар деді. Жарайды деп күттік. Сонымен Камри автокөлігі келді, Талғар басқармасының, полиция басқармасының опер группалары келіп, Ильяс Нұрқияс екеуміз сол жерден алып кетті. Мәшинеге отыруларын сұрады, отырдық. Сонымен Ровдоға бардық, артымыздан қалғандар келді. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Аяқтадым. Ал енді эйфория кафесіне Микрофон беріңіз. Эйфория кафесіне не себепті жиналдыңыздар? Себебі болғанда жай отырып өзіміз демалайық дегенбіз. Ол жерге барғанда сіздер алдын ала білдіңіз ба, төбелес болатын? Жоқ, білген жоқпын мен. Не себепсіз пышақ алып жүрдіңіз өзіңізбен бірге? Өйткені сол жағдайға дейін бұрын, 3 күн бұрын құрметті сот маған Талғар қаласында орналасқан Арман көлік жанармай бекетінде 3 белгісіз азамат маған қастандық жасаған болатын, ұрып, көзіме ашық ұрысын шеуіп пышақпен қолаған болатын. Сол кезде мен құтылып қашып кеткен болатын солардан. Сол үйден шығып баратып, аяқ киім киіп жатып, ас пышағын жатқанын көріп қалтама салып алған болатын. Сол бағанағы маған шабуыл жасаған жігіттер Талғар кішкентай қала болғаннан кейін бағанағы ресторанда жүру мүмкін деген мақсатта салып алған пышақты сол кезде. Қорғану мақсатында. Тағы пышақ шығарса мен қорғанам деп. Ол пышақты қасыңыздағы балалар көрді ме, жігіттер? Эйфорияға барған кезде, біз сыртқа шыққан кезде бағанағы жақсы келді мен Дана мен Эльмира келмей тұрып, Ильяс Нұрқиясқа көрсеткен болатын. Мен осындай үйден осы пышақты алып шықтым. Не үшін алып шықтым деген кезде осындай жағдай болып еді. 3 күн бұрын осындай балалар келіп жатса сөйлесейікші, не үшін үйтті екен, мен өзім түсінген жоқпын ол кезде ше. Соны сұрайын деп едім десем, Нұрқияс Ильясов тұрды да ол кезде, қазір бүгін керек емес, басқа күн сөйлесеміз. Қазір осы жерден шыққаннан кейін баняға барайық деді. Жарайды деп келістім сол кезде. Ал енді сіз бірінші автокөлікпен бірге келдіңіз бе, или артынан келдіңіз бе? Артынан Зашанс
Ашырбаев Талғатқа тиесілі көлікпен келдім. Келген кезде неден басталды? Неден басталғанын білмеймін. Мен келген кезде уже төбелесіп жатты ғой, аяқта шу болып жатты ғой. Сізге жәбірленушілердің барлығы да айтады, сіз Ахметті сіз бірінші ұрды деп, оған не айтасыз? Мен оларды көрген жоқпын, құрметті сот, ол жерде. Аяқ жағында топ бала қашып бара жатқанын көрдім, солардың арасында болмаса. Ал енді сіз жартылай мойындаймын дедіңіз. Сол жөнінде сіз басында Шерзат туралы ешнәрсе айтпағансыз, содан кейін 16-шы томнан бастап сіздің жауабыңызда пышақты мен Шерзатқа салып алдым деген сөзіңіз бар. Соған не айтасыз? Құрметті сот, мойныма алған себебім бізді Талғар қаласында бағана полиция басқармасында болған кезде тергеушілер оны бір адам істеді, бір адам мойын алмаса бәрілерің қиын болады деді, сол кезде групповой кетесіңдер деді. Сонымен бізді Қонаев қаласына этаппен алып кететін болды. Этаппен алып бара жатқан кезде газельдің ішінде Сахиев Равиль, Белғожаев Шыңғыс, Тоқтаубаев Азамат төртеуміз болдық, сол кезде сөйлестік. Сол кезде Сахиев Равиль бір адам істеді, бір адам мойындасын, мойындамасақ бәрімізге қиын болады деді сол кезде. Сол менде пышақ болғаннан кейін мен өзімді андай бір қылмыс жасап жасырған болмайын дедім де іштей ойландым. Алсам мен ала салайын деп. Сол күні Қапшағай Қонаевқа келдік, ИВС-қа келген кезде бәріміздің басымыз қосылды. Сол кезде сөйлесіп үлгеріп қалдық. Сол кезде сөйлескен кезде Тоқтаубаев Нұрбол айтты, Абзал сенде пышақ болды ғой деді. Сол кезде мен көп ойланған жоқпын. Мен мойныма аламын Шерзатты дедім. Бірақ мен бағана Нұрғанаттың жамбасына тыққан пышақты Шыңғыс мойын алатын болып шешті. Сөйтіп келіскен болатынбыз сол жерде. Сонымен бізді Қонаев қаласындағы полиция департаментіне алып кетті. Сол жерде келіскеніміз бойынша сөйтіп айттық. Тергеуші де келдік, тергеушіге де сөйтіп айттым келісу бойынша. Бесі күні сіз жауап берген кезде 2 пышақ алынды деп естідім. Оны естіген кезде мен Қапшағайда тергеушілерден естідім, осы сендерден 2 пышақ шықты деп біреу айтты маған. Сол мен оған қатты сене қойған жоқпын. Содан кейін пышақ менде ғана болды, мен кірсе мен кіріп кеткен шығар деп көп ойланған жоқпын сол кезде. Микрофонға жақын тұрыңыз. Ал енді сіз не себепті пышақпен жәбірленушінің құйрығына тықтыңыз? Нұрғанаттың жамбасына, құйрығына. Мылтық атқаннан кейін ашу ызасы үстіне түсіп кеттім, ашуға түсіп кеттім. Оны мойындаймын, ашуға түсіп, ашуланып тыққанымда. Бірақ өкінемін оған. Оны өлтіру мақсатыңыз болды ма? Өлтіру мақсатында тыққан жоқпын мен оны. Құймышақ жанды жер емес екен білем де. Соң әтей пышақтың ұшымен сол кезде шүрес тығып алған болатын. Әйтпесе маған ешкім кедергі болған жоқ, қасымда ол кезде ешкім де болған жоқ. Байқамадым ешкімді.